Мына 2-ні не істейміз Расул? Не істеуге болады мына бір 2-ні? Сыртқа шығап сол. Сыртқа? Дәрежеге шығар, может быть. Дәрежеге, иә. Сол кезде не болады? Мен логарифм 9-да 2x-тің квадраты не болды? 4x квадрат. 4x квадрат. Минус логарифм 2-де x плюс 1 тең 1-ге. Енді логарифмдердің ара 9 ғой. Так. Логарифмдердің негіздері 1-де арасында минус не істеуге болады? Бөліп соға. Так, логарифм 9-да айта бер. 4x квадрат бөлінген x плюс 1. Тең. Мына 1-ді логарифм 9-да неше деп жазуға болады? 9-да 9 десек болады ғой. Екі жағының логарифм 9-арын алып тастаймыз, не қалды енді? 4x квадрат бөлінген x қосылған 1 және 9. Ары қарай айта беремін. 9 көбейтілген 9x қосылған 9. Содан кейін квадрат теңдеу шықты. Дискриминант 81, айта бер. 81 қосылған 4 көбейтілген 4 көбейтілген минус 9. Ол 225 немесе 15-тің квадраты шығады енді. x1 2 тең 9 плюс минус 15 бөлінген 8. тең 3 және минус 3 бөлінген 4 шығады. Міне, мынау теріс сан анықталу облысына тиісті емес, осылай көрсетулерің керексіздер экзаменаторға. Хотя мынау жерде басында былай жазып кетіңдер, анықталу облысы 2x оң сан болу керек, одан кейін x плюс 1 оң сан болу керек. Солай емес пе? Логарифмдары оң болу керек қой. Сол кезде мына минус 3 бөлінген 4 анықталу облысына кірмейді. Жауабы біреу-ақ. Жауабы x тең 3. X тең 3.